Ертеде bir alыс ауылда екі ағайынды өмір сүріптіміз. Үлкені бейнетқор, ақылды, ал кішісі барып тұрған жалқау, іші тар ақылсыздау болыпты. Есімі Қадыр екен. Әке мұрасынан өзіне тиген еншісін әлде қашан ішіп жеп тауысқан болатын. Тек қана кебенек келгір бір ешкісі, ескі сандығы, сосын шұрық тесік кезі қалыпты. Қадырдың жалқаулығы сондай, ұйқыны өте жақсы көріпті. Ұйқыдан ол тек қарны ашқанда, шөлдегенде және тағыда не үшін екен түсінесіңдер ғой, сондаған ояныпты. Бірақ бүгін таңертең оны қиқар ешкісі мен шақырайған күн оятты. Киіз үйдің жыртықтарынан түскен күн сәулесінен Қадыр қанша ары-бері аунап қашса да, одан құтыла алмай амалсыз ақыр орнынан тұрды. Сөйтіп әдеттегідей қолына ине жіп алып, тағы да тесіктерді жамауға кірісті. Қанша жіп түздім, қанша инені сындырдым, саусағымды түгел шаншып алдым. Бұл бәле өзі қашан бітеді? Ойбай! Ұшып барам! Құладым! Өлдім! Бір тал шөп үшін киіз үйді қираттың. Қазір мүйізіңді қағып алайын. О, желіні сыздап сауатында уақыт бопты ғой. Әлгі менің тостағаным қайда? Ал сен ешіктай жарайсың, қиқарлаусың. Менің сүтті жақсы көретінді білесің ғой. Ох, менің шынағым. Ох, менің сотқарым. Әй, сүтті көсің, байқа. Тоқта, есің дұрыс па? Әй, тоқта деймін. Тоқта. Сен немені, мені аштан өлтірмексің бе? Сен ешкі емес. Сен шайтансың. Жарайды. Сүт ішпесем де өлмеспін. Бидайды майға құрып жеп той балам. Осы жыртық үйде, қырсық ешкіде бәрі құрысыншы. Ойбай-ау, май жоқ қой. Бидайды қалай қуырам? Мүмкін мені тонап кеткен шығар. Үйде тесік, торсықта тесік, сандықта тесік. Қуын қарай көр, шалдар тышқанды кеміргіш дейтін еді. Олар да майды жақсы көреді екен ғой. Кет әрі шиқылдамай, өзімді ашпын. Қарай көр, арада майды жақсы көреді. Мында кішкене бар екен. Қазанға жақып жіберсе мүмкін көпіріп көбейер. Міне, күш. Ойбай-ай, шағып алдау. Бұл бал емес, май ғой. Өзіңдамай кет жер. Тезірек жансаң шенді. Ешкі сотқар, тышқан нұры, ара шаққыш. Тезек ылғал. Мүмкін сандықтан жейтін бір нәрсе табылып қалар. Кітап. Бұдан көрі қалуа, немесе құрт болғанда қой. Тезекте тұтанды. Кітап тамақ болмайды. Ақылдан басқа еш нәрсе жоқ. Қазы, қуырдақ, шұжықты қалай пісіруді жазбай ма одан да? Мүмкін бұл кітапты қалуаға не бауырсаққа айырбастар. Көне кітап. Әкем мұны ылғи оқитын. Мүмкін бұл кітапты қойға айырбастар. Астапыралла, бүгін? Жатырсың ба? Сенің ешкім бәнау жерде жіп қоралы қылқынып жатқан, обал емес бе? Түх, ақсақалай, мені қатты қорқыттың ғой. Әлі тірі екен. Ал сен қылқынып жатыр деп зәремді алып едің.
Ey Kadir, netken jatır işer jalkavsın ha? Ana vağana qaraş, ekün bir äke, bir şeşid edsindir. Al turmusların her türlü, tepti uqsamaysınlar. Ey beyşara! Sen kimsin özü? Көрші ауылдансың ба? Ha, men dala ruhumun. Bärin görüp, bärin estip turamın. Al sen ağına barıp, özüňniň kim ekeningdi surap bil. Akıldasyp, jalgawlykdan kutuludun şolun izde. Ahmak bolma balam. Ahmak bolma. Şetnen aytatınдар, ha? Ақал. Одан да тамақ беріп, сауабымды алмай ма? Қой, ағама барайын. Мүмкін сол көмектесер. Неге жолым болмайды осы? Неге мен осындаймын? Неге байымаймын? Жұрттың бәрі бай. Жегендері ет пен май. Құрсағым құрылдап, шегім шырылдап, ішуге жоқ сусын. Өмірім құрысын. Ағам сабыр нағыз бай, төрт түлігі түгел сай, ішкені қымыз, жегені ет, көргені сыймен құрмет. Бойымда қандаймын, неге байымаймын? Жұрттың бәрі бай, жегендері ет пен май. Қадыр, төрлет. Неге мен мұндай күйге түстім, а бауырым? Bir әке bir шешеден туған бауырмыз, тұрмысымыз әр түрлі. Сенің жолың болғыш, малың күйлі, тұрмысың жайлы. Ал менде жалғыз қырсық ешкіден басқа ештеңе жоқ. Сен ақсақалдар сыйлайды. Ал мені тіпті балалар да мазақтайды. Маған бақытым көмектесті. Оқтың ба? Ол неге маған көмектеспейді? Әркімнің өз бақыты бар. Менің бақытым маңдай терімді, ал сенікі бір қарағаштың түбінде ұйықтап қалған болар шамасы. Қалай? Неге ұйықтайды? Мен ашпын, ал ол пырылдап ұйықтап жата ма? Тезірек барып тауып алайын. Жарайды, бірақ абай бол. Бірдеме көрінба. Мен бұл жерде киізді жамап, ешкімен арпалысып жүрем, ал бақытым ұйықтап жата ма? Тауып алайын да жұмысқа салып қояйын. Хе-хе. Сол күні Kadir, Қарағаштың түбінде ұйықтап жатқан өз бақытын іздеп жолға шықты. Тоқта, құламай қоя тұр енді. Қирамасаң қараң қалшы. Бақытымды тапсам, менде 3 үй болады. Жоқ 5. Мал бітеді маған. Үйір жылқым да, отар қойым да болады. Жарты үй сотқар әшкі, құрып кетсінші бәрі. Осыдан бақытымды тапсам, тепкілеп оятып, қаннен қаперсіз жатқанның не екенін көрсетем оған. Кетер! Ой! Баратын жол қашық. Келемін арып ашып, өзен өтіп көл кешіп, тас басып тау асып, табан тозды, қарын аш. Қайда әлгі қарағаш? Ой! Қайдамын өзі? Бұл не пәле? Менің түс қасымда келді. Ай, жіберші, ауырттың ғой. Не қарасың, ей? Өйткені қадырмын ғой, бақытымды іздеп жүрмін. Әлгі қарағаш қайда? Бақыт керек пе? Қазір бақытқа кенелесің. Жаман неме бақытты болғысы келеді. Бұйырса сенің де дәміңді татамын.
Jandarın aşımaydı. Men bolsam azapqa түсіп жатырмын. Әлгі семізді есекпен қоса бекер жеппін. Біреу ішіме кіріп алып, әдейлеп тырнап жатқандай. Ішім бүріп бара жатыр. Meni жемеші. Етім тәмсіз. Қарағаштың түбінде жатқан бақытымды іздеп жүрмін. Жіберші, а? Мен арыстанбаймын. Бұл менің далам. Бұл далаға кім аяқ баса, соны жеймін, ұқтың ба? Ішім ауырса да сені жеуім керек. Ол бірақ сені қалайда жеуім керек. Жоқ, жоқ. О, кешіре көр мені данышпандардың ұлыға. Менің айтайын дегенім, сен арыстанбай, ақылды адамға өте қатты ұқсайсың. Солай дейсің бе? Көрдің бе қиналып жатқанымды? Ешқандай ем қонбай қойды. Айтпақшы әлгі бақытымды іздеп шықтым дедің бе? Онда мені жақсылап тыңдап ал. Әлгі бақытыңды тапсаң, менің ішімдегі дерттен қалай құтылатынымды сұра. Мүмкін ол білетін шығар. Жақсылап сұра. Әрине көмектесем ғой. Қап, оны есекпен қосып бекер жеппін. Тек есектің өзін ғана жеуім керек еді. Бар қадыр. Тез барып қайт. Екер алдасаң, ап деп жұтам да қоям. Тағы да азапқа түсесің ғой, Арыстанбай. Не қаласаң бәрін орындайын. Арыстанбай мазасыздануда. Ал сен жолыңнан адаса жаздадың. Өз жолыңды тап. Қалатын мен емес, Есауып. Ей, бүркіт қорқытпа. Қорқатын жоқ қауып. Мен аспанға ұшамын. Іздегенімді жерден тауып, бақытымды құшамын. Шу! Қадырға түк емес, көкке ұшу! Қадыр тағы да асығыс жолға шықты. Оның барар бағыты осы ма, әлде басқа ма, оны өзі де білмейді. Қайда асып барасың? Бәлкім бақыт жоқ шығар. Көбейді ғой бұл қайғы. Дала кезіп тауға шыққан, кім көріпті мұндайды? Шіркін-ай, бір жұтым су болар ме еді? Мынау не пәле тағы? Алла не үшін жазалайсың? Қандай жаманшылық істемедік, не күнәміз бар? Қой, мен кетейін. Бір Арыстанбайдың дәлегі жетер. Су ішкім кеп тұрған, ай. Су! Бір тамшы болса ғой, шіркін-ай. Ой, Алла, сонша бізді неге әбігерге саласың? Не пиғылымыздан таптық? Шабағатыңды тигізе көр. Өздері шайтан бұл отыра, Құдайға неге жалбарына деген, ә? Қазақ. Ай! Неге егіліп жылайсыңдар соншама? Қайғыдан, балам, қайғыдан. Бер таман келші. Адамсыңдар ма жоқ, шайтансыңдар ма? Не деп тұрсың? Әрине адамбыз. Мынау кемпірім, анау қызым бір кішкене су әкелші. Рахат-ай, рахмет сіздерге. Ренжімеңіздер. Жолда бір арыстанды кездестіріп едім, сөйтсем ол адам екен. Ал сіздерге не болды соншама зарлап? Қолда барды түгелмен осы жерге жараттық. Қанша күш салсақ та 3 жыл бойы егін өспей-ақ қойды. Көктемде егін көгеріп қой көтереді де, жаз ортасында қанша суғарсаң да қурап қалады. Ешқандай амалын таба алмай қойдық. Себебін бір шайтанның өзі білсін. Ажалымыз жеткен шығар, балам. Әйтеуір бағымыз ашылмай-ақ қойды. Ал менің бақытым үлкен бір қарағаштың түбінде ұйықтап жатқан көрінеді.
Соны іздеп жүрмін. Жортқанда жолың болсын, балам. Бақытыңа жолығып, құлашыңа сыймайтын байлыққа ие бол, аумин. Ай, Қадыр, бақытыңды тапсаң өтінемін. Одан біздің егісіміз неден өнбейтінін сұрашы. Ай, кемпір, қызым, жолаушының қоржынына тамақ салыңдар. Мінеке, сусын да бар. Сабырдың үйіндегі жеңгемнен де сұлу екен өзі. Қызым да бой жетіп қалды. Оған кім үйленеді. Жолың болсын, жігітім. Жолың болсын. Аман сау қайт, балам. Біз сені күтеміз. Қадыр. Қадыр тағы да жолға шықты. Қаншама жол жүрсе де, қарағашын әлі таппады. Бәрібір алған бетімнен қайтпаймын. Ей, Қадыр, мұңайма, жігіт деген жылайма. Тозса да табаным, бақытымда табамын. Өлеңді жақсы айтар екен, сол үшін де мен оны жеймін. Ей, немене, сені жындырды ма? Мәс саған. Мен бақашайын емес, білдей жігітпін ғой. Кетәрі, кет деймін, кетәрі. Мен жұртқа көмектесіп жүрсем, бұл мені жемекші. Көрсетейін мен бұған. Қай-қайдағылар кезетте жүреді. Бар болғаны бір тамшақ су. Әлгі жалмауыздан әрен құтылдым ғой. Әлгі қарағашы қайда өзі? Өлетін болдым ғой, әбден. Қайда менің бақытым? Қайда? Өңін бітсін бе? Бұл қарағаш емес қой. Қала секілді. Ал қарағаш қайда? Сабыр қарағаш деген сияқты еді. Қарағашқа ұқсамайды ғой. Алтын тақта отырған мынау кім? Менің бақытым шығар мүмкін. Жүзінде уайым, көзінде мұң. Жоқ, бақыт деген мұндай болмайды. Мені дәл өзі қолға түсті. Мырзалар, қарағаштың қайда өсіп тұрғанын білесіздер ме? О, құдіретті әміршім! Мына жалағаяқ, сенің ақ ордаңа рұқсатсыз кірумен қоймай, оңбаған сұмырай тілін безеп, сенің отырған алтын тағыңды қайдағы бір қарағашқа тегеп тұр. Басын жауып тастайықшы, жарбаңдатпай. Тұр орныңнан, жауап бер. Кімсің сен? Сені мұнда кім жіберді? Ұлы мәртебелім, мен Қадыр деген кедеймін. Менің іздеп жүргенім... Іздеп жүрсің, кім жіберді? От жөніңді оңбаған. Жауап бер, жат елдің адамы. Бұл нағыз жансыз әміршім. Сен бөтен жақтан келдің. Егер өтірікші болсаң, саған ешқандай кешірім жоқ. Соны біліп қой. Жоқ, қайдағы өтірікші? Мен Қадыр деген кедеймін. Бақытымды іздеп жүрмін. Ол үлкен қарағаштың түбінде ұйықтап жатқан көрінеді. Егер бұл бақыт деген сыбайласын тапса, екеу болып басымызға үлкен қауіп төндіреді әміршім. Біз бұны аңдып жүргелі біраз болды. Бұл жол жөнекей қай-қайдағы бір адам кейіпті арыстанмен, сезікті адамдармен кездескенін көрдік. Алдап тұр, мойнын бұрап тілін жұлып алу керек, оңбағанның. Бізді жеке қалдырыңдар. Тұр, бері кел, Қадыр. Мен сені жау емес, дос санап айтайын дегенім. Егер бақытыңды кездестірсең, одан сұра. Мына мен неге тәж киіп алтын тақта отырсам да, ешқандай қуаныштың рақатын сезінбеймін, жаным жадырамайды. Егер жауабын әкелсең, ат басындай алтын берем. Мен міндетті түрде бақытымды тауып,
Қайтсем де сізге көмектесем, ұлы мәртебе. Ал біздің Қадыр тағда жолға шықты. Бақытын табатынына нық сеніп, көңілді әуеніне басты. Ей, Қадыр, мұңайма, жігіт деген жылайма. Тозса да табаным, бақытымды табамын. Сабыр айтқан бұл істі, бітіремін жұмыста. Дала, неткен ұзағың? Ай, айналдырма, долы жел. Ұшырма мені, тез жібер. Алақай! Кедейлік әргет, қайғымын кейін қаш, іздеуден танбаймын, міне менің бақытым, міне қарағаш. Хе-хей! Мен баймын! Мынау немене өзі? Шынымен ақ, менің бақытым осы ма? Дейтімдей ғана тентек, жатсын қыраш өзінің. Кәне оян. Сен бе менің бақытым, әлде ол басқа жерде ме? Кәне тұр, тұра ғой. Тұр деймін, кімге айтып тұрмын? Әйтпесе, шыбын құрлы көрмей езіп жіберемін. Оян деймін. Бұл сен екенсің ғой, Қадыр. Бекерге табаныңды тоздырып жүрсің. Мен еңбек еткендерге ғана көмектесемін, сенің сабыраған сияқтыларға. Ал сен болсаң жалқаусың, әрі ақылсызсың. Ерінбей келіпсің әйтеуір. Кәні әңгімеңді айт отыр. Мені қалай таптың, не көрдің, не естідің, кәні айта ғой, кәні. Айшылық жер жүрдім, қала мен дала кезіп, тау мен тасты басып, көл мен шөлден өттім, шөлде бөле жаздадым. Қадыр, сен асып саспай әңгімеңнің түйінін айтсаңшы. Түйінін. Ей, қайда кеттің өзі? Қайдасың? Мұнда кел, жарайды айтайын. Ең алғаш Арыстанбайды жолықтырдым. Өзінің ішін біреу тырнап жатқандай, әбден азапқа түсіпті. Сосын ақсақалдың қанша еңбектенсе де егісі құрап кетеді екен. Себебін білсең айтып берші, кесіртке тістеп ала жаздады. Ал хан алтын тақта отырса да уайым үстінде. Уәзірдің бар ойым мен өлтіру, ал мен Сыбырлап айтқанымды ұқтың ба? Ханнан сонда ғана уайым кетеді. Не айтатының есіңде ме? Ал жарайды. Оларға не айтатынымды ұқтым, ал маған не дейсің? Сенің бойыңда, Қадыр, бір мейірімділік бар. Алдыңда үлкен бақыт күтіп тұр. Абайла, уысыңнан шығарып алма, ақымақтық жасама. Сонда бәрі дұрыс болады. Түсіндің бе? Жарайды, мені мазаламашы. Баршы енді, мен дем алам. Оу, тоқтай тұр. Түсіндірші, мені күткен бақыт қайда сонда? Тұр, ұйықтама. Сен неге мен туралы ұмыттың? Ей, сен қайда барасың? Тоқта. Басқаларға не айтатынымды білдім. Ал мағаншы, өзіме не айтасың? Алғи осы. Біреуге дегенде бәрі бола қалады. Ал маған келгенде керісінше. Бара бер, бақтың алды деп айтып әрине оңай. Алдында болса кәні қайда? Енді еш уайымы жоқ, Қадыр. Өзіне таныш жолмен үйіне қайтты. Жол жөнекей не күтіп тұрғанын ол өзі ғана білетін. Бұл сен бісің, Қадыр? Иә, не білгенің бар? Білуін білдім ау, бірақ әлгі қалайды. О, ұлы мәртебелім, сен енді
хан болып ел билеп отырсаң, сені бәрі билеуші дейді. Бірақ әлгі бақытымды айтам да, менің бақытым сені хан емес дейді. Шындығында сен әйел екенсің ғой, иә? Иә, әйел дейді. Бақытым солай деді. Бірақ ешкімге айтпа деп еді. Бірақ сен енді хансың ғой. Иә, хансың, әйел емессің. Әйел солай деді ме? Я, мен әйелмін. Бақтың қателеспепті, жігітім. Мен әйелмін. Естимісің, әйелмін. Бәрекелді, әйел, қандай әдемі. Бай. Неткен сұлулық. Бұрымын-ай. Көзін айтсаңшы. Ойбай. Неге үндемейсің, жігітім? Қандай ауыр өзі. Хандар қалай киіп жүреді екен? Менің сырымды алғаш ашқан сенсің. Енді бұдан бұлай сен осы елдің ханы боласың. Жарайсың, жігітім. Азаматсың. Мен бе хан? Қалай? Біз бұлай келіскен жоқ сияқты едік қой. Қайда хан? Бірдеңе айтайын дедің бе? Мен... Сен Қадыр менің елімнің ханы боласың. Біз Қадыр қанды соғысты тоқтатамыз. Айналаға әсем гүл егіп, мына жерге жаңа шаһар саламыз. Ақ мәрмірден сарай тұрғызамыз. Шетелден мәуелі ағаш әкеліп, әуезді саябақ орнатамыз. Сен құрметті қонақтарды қабылдап, төрде өзің отырасың. Қонақтарды қарсы алып, төрде отырам ба? Неге мен... Жоқ. Біз бұлай келіскен жоқ едік қой. Тәжіңде ауыр екен өзі. Қайда хан? Естімедім. Бірдеме дедің бе? Жоқ. Ештеңенің керегі жоқ. Оның үстіне ақсақал күтіп отыр қызымен бірге. Арыстанбайға да уәде беріп едім. Сенің болашағың әлі алда деп бақытым айтқан. Солай де, әлі алдыңда екен ғой. Сен де, сенің бақытың да бейшара. Бақыт дегенің байлық пен билік. Мына тақта отырған патшаны әйел деп ақмақ қана айталады. Қарғыс атқан қарағұл, жоғал көзімнен. Әлбетте, хан ием, әлбетте. Қайдағы әйел? Олай деген жоқпын мен. Оны тіпті ойлағанда жоқпын. Оны айтып жүрген әлгі қарағаштың түбіндегі ғой. Мына тақта отырған патшаны әйел деп ақмақ қана айталады. Құлағым, басым бәр орында тірекем. Қарап тұрып бастан айырыла жаздадым ғой. Бассыз қалай өмір сүрем? Басы жоқ адам қалай бақытты болады? Түсінбедім, әйел ме, еркек пе? Хан болуға келсем де болар ма еді? Сонда бақытым қалай болады? Жоқ, тапқан екен ақмақты. Осыны айтып Қадыр ұзақ сапарын жалғастыра берді. Берген уәделерін орындауға асығып барады. Ойламаңдар олай деп. Жалқау емес, Қадыр. Кім айтты оны оңай деп? Ұшсам да, талсам да, бүгін, тіпті қазір жетемін бақытыма. Бақыт табу оңай ма? Табамын қалайда.
Ассаламағалейкум, ақсақал. Қадыр, амансың ба? Сен асыға күтіп отырмыз. Сен бақытын тапқан адамға ұқсамайсың ғой. Біз болсақ әлі баяғы үмітпен отырмыз балам. Сіздерді қуантатындай хабарым бар. Осы жерге баяғыда жаугершілік заманда бір бай 40 құмыра алтын және 40 құмыра күміс көмген көрінеді. Сонан соң үлкен шайқастар болған мұнда. Соғыстан көп адамның қаны төгілген. Сондықтан да мына жер өнім бермейді. Еккен нәрсе тез қурап қалады. Егерде сіздер сол алтын мен күмісті қазып алсаңыздар, молшылыққа кенелесіздер. Менің бақытым алдамайды. Сенуге болады. Әй, тоқтасаңшы, әй, тұра тұрсаңшы. Қызым, әй, тоқтасаңшы, әй, балам. Мұнда қалсаң қайтеді. Жарты байлық таласың. Керек болса, маған күйеу боласың. Ана, қызым да күтіп отыр. Кейін? Қызым тілеуіңді тілеп күтіп отыр еді. Енді қашан ораласың? Жоқ, асығыспын. Мен алдымда бақытым күтіп тұр. Ау, балам. Алла тағала қақарланса жазалайтын пендесін ал жастырады екен ғой. Тағы да қаза береміз бе? Қатқан жерден не шығады? Жаным-ай. Жаңағы жүгермек бізді алдап кетті ғой, алтын бар деп. Қашып кетті ол бізден. Апа, айта бермеңізші қайта-қайта. Құра өре боп қайтем. Бәрін тастаймын да мен де қашып кетем. Түсіндіңіз бе? Апа? Апа! Мынау не деген сұмдық? Апа! Мәссаған! Апа! Алтын! Апа! Байлық! Көрдіңіз бе, Қадыр бізді алдамапты, апа? Біз енді бай боламыз. Біздер енді бақытты боламыз. Айттым ғой, менің бақытым алдамайды. Міне, ақсақал да бай болып шыға келді. Ал менің бақытым қайда? Мені алдадым екен. Қайда менің бақытым? Әлде мен осы бәрін шатастырып алдым ба? Жоқ, шатастырған жоқсың, Қадыржан. Иә, айта бер. Әкелдің бе дәріні? Дәріні әкелгенім жоқ. Бірақ қалай айығудың жолын білем. Бақытым ең ақымақ адамның миын жесін деді. Бірақ мидың қайда екенін айтпады. Ең ақымақ адамның миы дейсің бе? Өлетін шығармын. Ал сен сияқтылар өмір сүреді. Жегені қазы, қарта, жая. Бұл дүниеде ақымақтар көп қой. Тек ең ақымақ адамды жеуім керек. Ой, шымай. Ой, оны қайдан табамын. Әй, көп сөзді қойып, мен бірге қалсаң шай. Сен маған сондай ақымақты табуға көмектесесің. Мен сені тамақтандырам, сусыныңды беремін, ақша төлеймін. Жоқ, әлгі ақсақал маған қызын да, бар байлығын да түгел бермекші болды. Жерді қазда ала бер дейді. Мүмкін онда алтын жоқ шығар. Хан да болатын едім. Ал сен болсаң, көмекшім болып. Сонда менің алдымда отырған хан сен бісің ей? Өй, хан болғаның. Жоқ, тыңдасаң енді. Мені бақытым күтіп отыр дедім. Ол маған хан бол, бүкіл елді басқар дейді. Ал сен болсаң күлесің маған. Ей, тоқта, түсінбедім. Сонда сен қарсы болдың бей?
Senin jırtık uyun han sarayından artık bolğanı mı sonda? O kökmiya. Жоқ, сарай керемет. Бірақ маған әлгі маубас бақтың алдыңда деді ғой. Оның үстіне сенің де тапсырмаң болды. Ақсақалға әлгі көмілген байлық туралы айтып ем, өлердей қуанды. Ар қарай не айтты? Ой көкмей, ақым бағым. Я, алтынды қазып алуға көмектес, сонан соң өзің де қалағаның шал деді. Сұлу қызыма үйлен деп қол қалады ғой. Алтындан бас тарттың бей, сұлу қыздан да. Сонан кейін айта бер. Әрине мен сені сағынып күтіп отырмын. Неге ақымақ дейсің? Дүниені қара рет айналсам да, сен сияқты ақымақты таба алмаспын. Исің қандай. Сені жесем, ішімнің ауруы жазылып кетеді. Жоқ, біз бұлай келіскен жоқ едік қой. Жоқ, олай болмайды. Болады, болғанда қандай. Жептнайыншы сені. Жібер мен хайуан. Тұншығып барам. Жібер дейм. Қытығым келді, бетті жібер дейм. Жібер. Мен мұның жағдайын ойлап, сандалып жүрсем, есімде нең бар. Миымды жемекші өзі. Мына менен қайдағы хан? Сенің жолың бөлек қой, Арыстанбай ау. Нағыз хан мына сенсің ғой. Егер сен хан болсаң, мен саған қонаққа келіп тұрар едім. Оғылы мәртебелім, жіберші, а? Соңғы рет айтам. Жібересің бе жоқ па, хайуан? Жалмауыз неме? Ой, ақымақ басым-ай, нем бір ет саған жақсылық жасап. Жылама Қадыр, қуланба. Қой, Қадырды құтқарайын. Ақымақ та болса қайтем, өз тағдырым ғой. Босат қане, босат, оңбаған. Егер де мен бақытымды тапсам, саған жаман болады, Арыстанбай. Мен ашулансам қиын болады. Ойбай, ішім ауырды, сілекейім шабырды. Қадыр маған бұйырды, майетіңді асаймын, миыңнан сорпа жасаймын. Келгенің жақсы болды, көңілім енді толды, араным ашылды. Мұжимын, ақымақ басыңда. Мына өлеңің жаман екен. Маған ұнап тұрған жоқ. Өкпелеп қалуым мүмкін. Әй, Қадыр, мұңайма. Төзе біл мұндайда. Қарағашты кесем де, табаның бір айла. Өмірің әлі алда. Әй, Арыстанбай, сенің есің жоқ екен ғой. Мені жесең сонда бақытымды қалай табам? Сен осыны ойладың ба? Саған керегі ең ақымақ адам. Ал мен енді жалқаумын ғой. Айырмасы бар емес пе? Жібер дейін мен саған. Сілекейім шабырды, Қадыр маған бұйырды. Майетіңді асаймын, миыңнан сорпа жасаймын. Келгенің жақсы болды, көңілім енді толды. Араным ашылды, құтымды қашырды. Ей Қадыр, мұңайма, жігіт деген жылайма, азаматым жарайсың. Болса да қанша қауыпсың, қарағашты тауыпсың. Жоқ, болғым келмейді, жоқ, шошқа болғым келмейді.
Өңім бе, түсім бе? Өңім екен ғой. Мені жемекші де, өлтірмекші де болды. Жоқ, енді олай бола қоймас. Мен енді басқа қадырмын. Аллаға шүкір. Тәуба, тәуба. Бақыттымын ғой. Өмір деген қандай тамаша. Мен осы көктен түстім ау деймін. Әлде жерден шықтым ба? О, көршінің лақтары. Мені танып жатыр өздері. Ой, шынақтары менің. Өсіп қапты өздері. Мен оған бәрін де бердім. Артығы мен бердім. Бақыты өзінің қолында. Оны қалай ұстайды екен, енді көрерміз. Содан бері Қадыр көп өзгерді. Үйленді, ел сыйлайтын азамат болды. Отар-отар қой, үйір-үйір жылқысы бар, қысқасы 4 түлігі түгел. Алдында қымыз, қазы, қуырдақ, не ішем, не жеймін демейді. Бірақ күнде өз бақытын күтуден үмітін үзген жоқ. Жаз өтіп міне, күз де келді. Әлгі мен күткен бақыты қайда өзі? Тағы да алдадау деймін. Бұлай болар деп кім ойлаған? Әй, қатын, тұрсаңшы енді, қашанғы ұйықтай бересің? Көңіл көтеріп, кішкене ән салсаңшы. Қалада секеңдеп, билеп, думандатып жүруші едің. Есіңде ме? Тұрсаңшы енді. Сен менің өзім емес, құмыра-құмыра алтындарыма құда түскенсің. Білдің бе? Білемін, бәрің осындайсыңдар сендер, еркектер. Қарашы. Бақтың әлі алдыңда деп еді-ау. О, маубасыма бұл сенсің бе? Жаңа ғана еске алып едік. Мен енді маубас емеспін. Күні бойы еңбек етем, сенің шаруаңа көмектесем. Төрлет ендеше, бақтыңды әкелдің бе? Ха? Кәне, төрге шық. Мынау жынданды. Сен нағып отырсың. Қонаққа қазан көтірмейсің бе? Сен жалпылдап кіммен сөйлесіп отырсың? Сен не, қонақты көрмей отырсың ба? Даладағы малды көрдің ғой. Барлығында өз күшіммен тапқам. Ал мынау болса, төркінімнен келген дүние деп күйдіреді. Ой, ақымақ. Мен ғой сенің бақытың. Менің байлығым емес пе сені бақытты қылып отырған? Егер мына ел менің бақытым болса, онда неменеге жер жүзін шарлап, табанымды тоздырып өле жаздадым? Жоқ, осының бәрін өзім таптым. Босқа сандалтқан екенсің ғой, ә? Сен не, осының бәрі көктен түсті дейсің бе? Қателесесің. Мұның бәрін өз күшіммен таптым. Маңдай теріммен. Қой, Қадыр, асылық жасама. Сен бар ғой, ондай қолығыңды қой. Бостан босқа кеудеңді соғып, мақтана берме. Бәріне өз ақылыммен жеттім дейсің бе? Ендеше қош. Сау бол, Қадыр. Жанымда ақсақал бар екен ғой. Сандалып неғып жүрсіңдір мына жауынның астында? Амалғаншы қош бол балам. Әйелің өзіңе құсаған ақ көңіл екен. Азуы 6 қарыс арыстан байдың сенің миыңды жемегені өкінішті-ақ. Біздің қарағаш есіңде ме? Үлкен қарағашты айтам. Үлкен қарағаш дейсің бе? Оның бұл жерге қатысы қанша? Ағаш деген толып жатыр емес пе? Сені құтқару үшін кескен болатынмын. Сені құтқару үшін, ақымақ. Қарағашты кестің бе? Құтқарам деп? Кімнен? Неге кестің? Егер де байлықтан басың айналып, жақсылықтың бәрін ұмытқан болсаң, әлі де ойлан, есіңді жи, Қадыр.
Ойланып тұрмын. Қарағашты кесіп, үлкен әстіндіріпсің, малайларым қаншама ағаш кесіп қойды отынға деп. Бірақ оған бұла әлемге жар салмаймын ғой. Сен еш нәрсені де түсінбепсің, Қадыр. Түсінбепсің, рахымсыз. Амал не? Өкінішті ақ. Иә, Қадыр еш нәрсе түсінбеді. Қариялар өзің білме, білгеннің тілін алма деп бекер айтпаған екен. Есін жиған Қадыр жан жағына қараса, қираған киіз үйдің орнында жатыр екен. Қасында кесір ешкісі, ал сәл әріректе тозығы жеткен сандығы қалыпты. Алданбаңдар жігіттер, жоқ елеске көңіл бұрар, қызығың мол емес бе ай. Ақылды жар жүйрік ат, әсем әуен тіршілікте шын бақыт сол емес бе ай. Адасаңыз өмірде бәрінен де сол қайғы, мұң орнаса көңілге серпілмесе болмайды. Ей, гүл-гүл жайна, күлде ойна, қыз бозбала шағыңдай. Гүл-гүл жайна, күлде ойна, қыз бозбала шағыңдай. Бақыт шіркін көрінбей, қайда жүрсің, таудан асып шөл кезген арманымсың ай. Жүрек таза, көңіл ақ, болу үшін жақсылығы жақсының ойда жүрсін ай. Адасаңыз өмірде бәрінен де сол қайғы, мұң орнаса көңілге серпілмесе болмайды. Хей, гүл-гүл жайна, күлде ойна, қыз бозбала шағыңдай. Гүл-гүл жайна, күлде ойна, қыз бозбала шағыңдай.